бас киімнен бастап аяқ киімге дейін барлық қолдан жасалған деп айта аламын. Енді былай тапжылмай отырып тоқитын болсам, 2 күнде бітірем. Мәссаған, 2 күнде? Иә, менде 2 жамбас ұшық даммай қалған. Сондықтан менде қазір эндопротез деген құрылғы бар. Сол 2 жамбасқа ұшыққа сол құрылғын қатырып қойған. 2 балтақпен жүріп, тоқыманы тоқтатпадым. Біреуін тоқиым. Осы Қазақстанның алтын кітабының қасында адал еңбек деген осындай төсбелгі алдым. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге бүгін Тәлімгер подкасттың кезекті шығарылымы әдеттегідей. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің бүгінгі шығарылым тоқыма өнеріне арналмақ. Ендігі бірінші студиямызда қонақпен танысып өтейік. Жеке кәсіпкер, Рамазан тоқыма жәннат жеке кәсіпкерлігінің негізін қалаушы, Этно ауыл қолөнер шеберлігі орталығында тоқыма шебері, сонымен қатар адал еңбек медалінің иегері Фазилбекова Жанат Болатханқызы. Қош келдіңіз, Жанат ханым. Қош көрдік. Жағдайыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Жақсы, шүкір, сәлеметсіздер. Бүгінгі образыңыз өте керемет болып тұр. Жақсы, рахмет. Меніңше қолдан шыққан туынды ма? Барлығы, иә, қолдан тігілген, бас киімнен бастап аяқ киімге дейін барлық қолдан жасалған деп айта аламын. Өзіңіздің қолыңызда? Иә, өзім тоқимын, тігем, арасында әшекей бұйымдарды да жасаймын, осындай. Енді Жанат ханым, бірінші өзіңізбен толық танысып алайық, өзіңіз туралы бізге айтып берсеңіз. Мен Жанат Болатханқызы, осы Түркістан қаласының тумасымын. Қазіргі таңда мен осы қолөнер бұйымдарын жасаумен, Этно ауыл деген жер бар. Сол жерде отырып, шеберхана бар. Шеберханада отырып, жүн тарайым, оны иірем, одан аяқ киімдер, бас киімдер тоқиым. Сосын шетелден келген туристерге кішігірім өзім қолымнан келгеніндей мастер-класстар көрсетем. Егерде ол шетелден келген туристерге менің көрсеткен мастер-классым ұнап жатса, ол кісілер сол кезде сатып алып кетеді менің дүниелерімді. Шетелдік туристер. Көбінесе менің қолөнер бұйымдарымды сатып алатын шетелден келген туристер деп айта аламын негізінде. Қазақстандықтар? Қазақстандықтар да алады, алмайды деп айтамаймын. Былтыр осы Астанаға көшпендер ойынына бардық. Сол кезде менің бүкіл аяқ киімдерім қолдан тоқылған шет мемлекеттерге кетті. Австрия, Германия, Россия. Керемет. Енді жалпы мен қарап отырмын да, назатыңыз әсіресе. Наны қазір мен айта кетейін сіздерге. Сөмкені қазір, дәл қазір осы аяқ астынан осыны бітіріп, енді толықтай біткен жоқ, негізі астарын әлі тігуім керек. Күшті шыққан. Қазір осыны бітіріп алып келдім, өзім ұстап келдім, мінекей. Полный нанын барын қолдан тоқығам. Мына жердегі әшекей бұйымына дейін осындай әшекей бұйымдарды жасаймын. Қосымша алқа, сырға, шашбау. Тек тоқыма емес, бұнымен айналысасыз. Наны басқа жақтан сатып алмаймын да. Өзіңіз? Мына қолөнер өзі әшекей оюлармен, осындай тастармен әдемі көмкерілген. Жалпы материалды қайдан аласыз бұл нәрселерді жасау үшін? Материалды өзі арнайы, мысалы Алматыда бар, осындай дүкендер бар, арнайы жіп, керек жарақты осындай тастар сататын дүкендер бар. Сол жаққа тапсырыс беріп, сол жақтан алдыртам. Мысалы бұл сөмкені жасауға қанша уақыт кетті? Соны айта аласыз ба? Енді былай тапжылмай отырып тоқитын болсам, 2 күнде бітірем. Мәссаған, 2 күнде? Иә. Керемет. Енді арасында басқа да тапсырыстарға алданып кетем, ал отырсам тапжылмай 2 күнде бітірем. Шүкір. Енді бұндай жұмыстарды істеудің өзде бір үлкен шабытты керек етеді. Шабытты қайдан аласыз? Шабыт сол менде негізінде, енді Алланың берген сынағы дейді ғой. Мен өзім негізі туылғаннан менде 2 жамбас ұшық даммай қалған. Сондықтан менде қазір эндопротез деген құрылғы бар. Сол 2 жамбасқа ұшыққа сол құрылғын қатырып қойған. Сол құрылғы арқылы жүрем. Қазіргі таңда осы бір таяқпен жүрем. Оған дейін мен төсекте жаттым, неше жыл. Мен негізі кәдімгі балалар секілді мектепке барып, ондай оқи алмадым. Үйде оқыдым, мұғалімдер келеді, үйге келіп, үйде оқыдым. Одан кейін 12 жасымда мен Алматыда Ақсай балалар ауруханасы бар.
сол жаққа бардым. Өйткені мен жасым ұлғайған сайын менде жүру мүмкіншілік ауырлап кетті да. Мен кішкене жүрем, уже менде екі жамбас дамымайған жоқ қой. Талып кетеді, ауырып кетеді, мен отырамын осы жерде. Мектепке барып келуге, өздігімнен бір жерге барып келуге менде ондай не жоқ. Мүмкіндік жоқ. Сондықтан мені жаңағы больницаға алып барды, ауруханаға, Алматыда, республиканский. Сол жақта менде 5 операция жасалды. Бірінші, кішкене сол 5 операциядан кейін сәл-сәл наркоздың неден кейін біраз уақыт маған жүру сәл қиындау болды. 2 балдақпен жүрдім. Одан кейін жақсы жүріп жүрген кезімде тағы да құладым 2 балдақпен. Сол кезде мен 1 жылдай төсекте жатып қалдым. Енді ешкімнің басына салмасын деймін. Бұл маған берген Алланың сынағы ғой деп мен қабылдаймын, ешқандай өкінбеймін. Аллаға сансыз шүкір деймін. Осылай жүргеніме де, міне шүкір Аллаға, өзім келетін жеріме келіп отырмын. Қолымнан келген Алланың берген осындай өнерін жасап отырмын, шүкір Аллаға. Ешқандай өкініш жоқ менде, шүкір Аллаға деймін. Мен мысалға қазіргі жастарға айтам, маған шәкірттер көп келеді. Осы университеттен болсын, практика жүзінде болсын, сол қыздарға, ұлдарға айтамын да мен, сендер қандай бақытты жансыңдар деймін да. Қазір сендерде мысалы интернет бар, қазір заман не дамыған, заманауи. Интернетті ашып қарайсыңдар, не болмаса, осындай біз сияқты кісілерге барып, көрсетіп жеріңізші, апай, үйретіңіз десе, ол кісілер жоқ демейді, үйретеді, көрсетеді. Ал ол кезде менде тек қана өзім төсекте бір неде палатада жатам, қимылдауға, ештеме етуге болмайды. Аяғыма кер байлап қойған, қолымды байлап қояды, тамақты осы жерден өзіме ішкізеді көмекшілер. Сол кезде маған уақыт өтпейді. Мен тек былай қабырғаға қарап жатам, уақыт өтпейді. Мынау аяқ ауырған кезде мен шыдай алмаймын. Сондай кездерде маған жаңа уколдар, анау кейін демдіру салып ұйықтап тастай береді. Уколдың күші кеткен кезде қайтып оянам. Сол кездерде білмеймін, айналысқым келеді. Мысалы, біреумен сөйлескім келеді, қасымда ешкім жоқ. Сондықтан осы тоқымаға біздің бет бұрдым. Бет бұрғанда бұған себепкер менде бізде бір тәрбиеші апайымыз болды, Галина Александровна деген. Сол кісі енді Алланың жіберіп тұрған несі шығар маған енді. Сол кісі бір осындай жіп и бір ілмек алып келеді, маған сөйтіп айтады. Жанат, давай вязай дейді. Галина Александровна, я не умею вязать деймін да. Вы меня научите деймін ғой. Десем, я вообще не умею дейді да. Біздің ойланам, мен қайдан үйренем сонда? Апай көрсетпесе, ол тоқыманы мен мүлдем тоқып көрмегем. Сонымен жаңағы бастаймын өзім. Уақыт өту керек, қарап көрейші деп. Жаңа шимақталып кетеді, білмеймін. Біреуді шақырам, білмеймін, тоқуды білмеймін дейді. Сонымен бұзып тастаймын, шимақтап бұзып, 2-3 мәрте бұзып тастап, бір күні қарасам, детский, кішкентай балдарға арналған майка тоқыдым. Осындай майка тоқыдым. Сонымен сол больницада бізді оқытады ғой арнайы. Сол мұғалім айтады, сені осы жерде кружок бар бізде, соған қатыстырайын, жарыс болайын деп жатыр дейді. Мен оған қатысамаймын. Мен әлі жақсы тоқи алмаймын десем, қан көрсетші дейді. Көрсетсем, умничка, молодец. Бұл күшті нәрсе ғой дейді, керемет нәрсе ғой. Давай мен сені қатыстырам дейді. Сонымен соған мені каталкаға жатқызып, сол неге алып барады жаңағы жарысқа. Сонымен мен каталкада жатып жаңағы көрсетем, тоқып, қалай тоқу керегін көрсетесің ғой. Сөйтем да мен басшылен жеңіп алам ғой. Ол кезде грамота деген беріледі, грамота беріледі, и сосын жаңағыдай кішігірім сыйлықтар, сондайлар тәтті деген нәрселер. Сөйтіп алғашқы менің осы тоқымадан алған алғашқы сыйлығым, өзім, жүлде, өзіме өзім сенбей қуанып тұрмын ғой, жылап жүрген ғой, қуанғанымнан соншалық менің де қолымнан осындай дүние келеді екен ғой деп. Содан кейін мен уже тоқыманы өзіме не бердім да, менің қолымнан келеді екен,
мен жасай алады екем, мен тоқи алады екем. Енді менде арман, мақсат 2 балдақпен жүрсем де төсектен тұрсам деген арман, мақсат болды да сондай. Сонымен 1 жылдан кейін шүкір тұрдым, 2 балдақпен жүрдім. 2 балдақпен жүріп, тоқыманы тоқтатпадым. Біреуін тоқиым, аяқ астынан бір кісі менен сатып алайын дейді. Бағасы қанша білмеймін. Бағасын шығару білмеймін ол кезде. Енді баламын ғой енді ол кезде. Сонымен өздері жаңа ақша береді да, алып кетеді. Түсінбеймін. Сөйтеді, енді маған жіп алдыру керек, тағы да тоқуым керек. Уже мен шабытым неғып тұр. Тағы тоқсам деген сияқты. Сонымен мен уже өзімнің ауруымды кішкене аз да болса азайтып, тоқыманың мысалы қолөнер, тоқыма менің дертімнің дауасы деп мен сол кезде өзіме андай не қойдым да, сөйтіп соны жалғастырып тоқыманы тоқып, сондай жарыстарға шақырады, барам, осылай қатысам, жүлделі болып келем, Аллаға шүкір. Сонымен мен өзіме іштей түйдім да, менің қолымнан келеді екен. Мен мектепті барып оқи алмасам да, оған өкінбеймін. Маған бірақ Алла осындай қолыңызға өнер берді. Қолөнер берді. Бұған да шүкір деп жалғастырып келе жатым, шүкір Аллаға. Жалпы Алла өзі сүйген құлдарына, көтер алған құлдарына сынақты береді дейді ғой. Сіз мықтысыз осылай келе жатқан. Енді білгім келіп тұр, жалпы осындай өнермен айналысып келе жатсыз. Артыңызда шәкірттер бар ма осы өнерді жалғастыратын? Иә, отбасылық кәсіпке айналдыруыңыз мүмкін бе болашақта балаларыңызға осыны үйретіп дегендей? Иә, қазіргі таңда мен тұрмысқа кеш шықтым. 40 жасымда шықтым. Оған дейін жақсы жүре алмадым. 41 жасымда Рамазан деген осы жеке кәсіпкер, Рамазан деп атын қойдым. Рамазан деген ұл босандым, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда ұлым 7 жаста. Көрмелерге барам, Рамазанды алып жүрем қасыма. Неліктен дейді, ол мен өйткені оған көру керек. Мысалға, сенің анашың қандай жетістіктерге жетіп жатыр. Мысалы, болашақта сен де менің қолөнерімді жалғастырсаң, сен менімен бірге жүріп, көріп, үйреніп, осыларды жасасаң, бұл жаман нәрсе емес, қайта жақсы нәрсе ғой. Қазір таңда ұлым осындай жарыстарға қатыстырып тұрам. Өзім сүйемелдеймін, жасай алмаса қолым демеп жерем, жүнмен жасайды. Қазір кеше, мысалы бізге Димаш Құдайберген қонаққа келді, біздің этноауылға. Сол кезде ол кісі жаңағы барлық шеберлердің алдынан өтіп, көріп, сонымен жаңағы Рамазан менің өзімнің қолдан жасаған қолөнерімді Димаш ағаға сыйлайын деп, сондай өзінде не болды да, ниет болды. Жақсы сыйласаң сыйла дедім. Сөйтіп соны сыйлап, өзінің жасаған бұйымын. Ол кісі бата беріп Рамазанға. Қазір көп қатыстырам осы неге. Иә, Рамазанды ұлымда. Шәкірттерім де бар. Университеттен, басқа да жақтардан үлкен апайлар да келеді кейде. Мен осы тоқыманы, аяқ киім тоқуды үйренгім келеді. Үйретесіз ба? Келіңіз, үйретем деймін. Ешқашан мен жоқ үйретпеймін деп бас тартпаймын. Үйретем. Керемет. Енді мен көзім түсіп отыр да, мына төсбелгіңізге бұл жалпы қайдан келген, және де мынау кітап қайдан келген, осы туралы айтып өтесіз. Қолыңызға берейін ба? Иә, осы жақында, осы Қазақстанның осы алтын кітабы деген осындай кітапқа шығарды. Аллаға шүкір, міне кей. Камераға көрсетіп өтесіз ба? Осындай Қазақстанның алтын кітабы деген. Бұл жерде менің барлық жаңағы өмір баян дейді ғой. Соның барлығы осы жерде жасалған. Мына жасап отырған шеберхана, мына жер, мысалы кеше Астанаға барған кездегі көшпенділер ойында түскен, көрмеде түскен суреттер. Мына жерде Рамазан ұлым. Мінеки. Мына жерде тұрған, кішкентай балаңыз. Мінеки, Рамазан ұлым. Мына жерде де тұр. Қанша бетке шыққан сонда бұл материал? Бұл жерде 4 бетке арналған. Мына осы жерде барлығы қолөнерге қатысты. Мына тоқылған аяқ киімдерім. Мына жерде Рамазан ұлыма осыны көрсетіп, үйретіп отқан жерім. Мынау мен 2019 жылы 6-шы рет аяғыма ота жасалды.
енді протез. Сол кездегі сәттен сурет мынау. Ол кезде Рамазан ұлым 2 жаста болатын. Күшті. Тарихта қалдым десеңізші. Шүкір. Тарихта қалатын адамсыз. Аллаға шүкір. Төсбелгі туралы, оның тарихы бөлек шығар. Осы Қазақстанның алтын кітабының қасында адал еңбек деген осындай төсбелгі алдым. Шүкір Аллаға. Иә. Қуанып отырмын сіз үшін, күшті нәтиже. Енді жалпы бұл еңбек жолында осы жұмысыңыздың барысында қандай бір есіңізде қалған қиын сәттер немесе бір қызық сәттер болды, естеліктерге бір шолу жасасаңыз? Қиын сәттер сол жаңағы төсекте жатқан кездер болды менің. Иә, сол кездер болды. Жақсы сәттер де бар, қуанышты сәттерде де бар, арасында жоқ деп айтамаймын. Барлығы осы қолөнерге байланысты деп айталам. Сосын мен Рамазан ұлымды босанған кездегі қуанышты сәтім сол деп айталам, Аллаға шүкір. Балам өмірімнің мәні дейсіз ғой. Иә, сол ана болу бақытына ие болдым, Аллаға сансыз шүкір деп, өзімнің қуанғаннан жылаған елерім болды, сәттерім. Бұны да операциямен неттім, Рамазан ұлымды да. Енді әр адамның өзінің арманы болады, мақсаты болады. Сіздің өзіңіздің арманыңыз бар ма? Я алға қойған бір жоспарларыңыз бар ма? Сол туралы бөлісіп өтсеңіз. Я арман көп негізі. Барлық жаңа айтып өттім ғой. Арманым барлығы осы қолөнерді жалғастырып, болашақта осындай үйірмелер ашқым келеді. Өзім мысалға мемлекет тарапынан бір осындай мүмкіндігі шектеу жандарға деген бір негізі бар, қолдаулар да бар. Осы үйірме ашқым келеді. Өйткені көп кісілер келеді маған. Балаларымызды сізге берсек, осындай үйірме ашпайсыз ба, немесе бір жерден бір үйірме өзіңіз жеке ашасыз ба, немесе үйіңізге барып үйренсек бола ма деген сияқты ұсыныстар бар да менде. Сол болашақта арманым осындай үйірме ашқым келеді. Шәкірт тәрбиелегім келеді, бұйыртса. Демек жоспарыңыз, арманыңыз осы дейсіз ғой. Енді менде бір сұрақ болып тұр да, жалпы сізге осы мынандай дүниелерге, заттарға тапсырыс бермеу мүмкін емес. Менің өзім қызығып отырмын да. Жалпы тапсырыс түсе ме өзіңізге? Әрине, тапсырыс түседі. Сол туралы айтып өтсеңіз. Тапсырыстар мен өзім негізі осылай киіп жүрем. Бірінші өзім жасаймын. Авторлық жұмысым деймін да. Бас киім тоқиын ба, тоқып өзім киіп жүрем. Бірінші өзім кием. Оны жүріп, мысалға, қолданып, көріп жүрем. Одан кейін менен сұрайды. Даже кейде сұрайды, тоқтатып сұрайды. Керемет киіміңіз, стиліңіз күшті, ерекше екен. Бұл киімдерді қайдан аласыз? Қайдан киінесіз деген сияқты сұрақтар болады. Мен айтам, мен өзім тоқиым, өзім тігем. Сіз маған тапсырыс берсеңіз болады. Сіз өзіңіз ба дейді, өзім деймін. Сөйтіп өзім тапсырыстар жинаймын. Осылай ұстап жүрем, киіп жүрем. Жалпы қазір осы қолөнерге қызығатын жастар бар ма? Өте көп. Қызығатын жастар болса, оларға қандай ақыл кеңес бере аласыз? Өте көп негізі. Ол мен жастарға айтарым. Қазір жастарға мүмкіншіліктер өте көп. Өте көп деп айталам. Мысалы, маған келеді қазіргі таңда да. Апай, мен үйренгім келеді дейді. Кел деймін. Ақылы ма деп сұрайды. Жоқ, мен ақысыз. Маған ақын керек емес. Сенің талабың болса, өзіңнің үйренейш деген ниетің болса, болды деймін да. Ең басты маңыздысы. Үйретем. Үлкен апайлар да келеді кейде. Үйретесіз ба, қай уақытта барсақ болады, қай жерге барсақ болады деп. Үйретем. Мен қашпаймын үйретуден. Енді әр адамға осы сұрақ қойған қызық шығар. Болашағымыз қызық қой негізі бәрімізге. Қалай ойлайсыз, болашақта осы қолөнердің болашағы қалай болады екен? Сіздің ойыңызша болашағы? Қолөнердің болашағы қазір жақсы, негізі мемлекет тарапынан да жақсы қолдаулар болып жатыр. Осындай қолөнершілерге деген сияқты, осындай қазақтың ұлттық осындай қазақша оюмен кәжекейлері болсын, тақиялары болсын, болып қазір біртіндеп сәнге айналып келе жатыр. Оны киіп жүресің. Мысалы, шетелге де барасың ғой, сол кезде сен киіп жүрсең, шетелдіктер қандай сенен қызығып, сұрап, сенмен бірге суретке түсіп. Мысалы, қазақтың нелері керемет қой, ою өрнекпен жасалған бұйымдар ше, киімдері болсын, сөмкелері болсын, аяқ киімдері болсын дегендей.
Сіз осы жасаған жұмыстарыңыздың дизайнын өзіңіз жасайсыз ба сонда? Өзім жасаймын. Интернет ештеңеде Жоқ, мен өкінішке орай интернет дегенді жақсы. Жеке тыңда десеңізші. Иә, жақсы қақпаймын негізі. Жақсы, өте керемет, мен қызығып отырмын. Енді өзіңіз туралы тағы да басқа не айта аласыз сөз соңында? Тағы да не қосқыңыз келеді? Ішімде қалып кетті деген нәрселер болса айтып өтсеңіз болады. Жоқ, ешқандай ештеңе қалып кетпеді. Жобалап айттым ау деп ойлаймын, бірақ негізінде менің арманым тағы да осындай, осы қолөнерді ары қарай дамытып, осындай үйірме ашқым келеді, жұмыс жасағым келеді. Өзімнің өнерімді болашақ мына жастарға үйреткім келеді. Ол да жақсы нәрсе ғой, үйреткенде. Өзіңнен кейінгі жастарға үйреткен. Үйірме ашу менде сол арман негізінде. Жалпы білесіз, биыл Түркістанға ерекше мәртебе берілді. Соған орай біздің қалаға келетінде туристер көп, өзіңіз айтып жатсыз ғой. Ең басты нәрсе айтып өтетін шеберлерге арнайы бір орталық ашылып жатыр деп естідік, иә? Осы туралы айтып өтсеңіз, қалашық. Иә, шеберлер орталығы ашылып жатыр бұйыртса, осы бізде Түркістанда. Мен өте қуаныштымын. Осы мемлекет тарапынан осылай Түркістан қаласында осындай қолөнершілер қалашығы, шеберлер орталығы ашылып жатқанына қуаныштымын. Ол біздерге, қолөнершілерге деген үлкен, өте жақсы күшті мүмкіншілік. Мысалға, шетелден келген туристерге біздің қолөнершілердің жасаған бұйымдарын ұсыну, ол кісілердің қызығушылығы да артып жатса, оны сатып алу, ол деген өте керемет нәрсе. Мен өте қуаныштымын. Барлық осы салада жүрген, осындай біздерге қалашық салып беріп жатқан барлық осындай нелерге үлкен рахметімді айтам, алғыс айтам. Болашақ жастарға айтарым, сіздерге де мысалға мүмкіншіліктер қазір көп. Иә, мен енді айтар едім, үйренде жирен дейді ғой, осындай қолөнер болсын, басқа сала болсын, бұлардың барлығын үйрену, жасау, мысалы шетелге, Қазақстанды танымал ету, паш ету, оның өзде бір үлкен мәртебе, үлкен дәреже деп ойлаймын өзімде негізі. Мына бір сұрақты қоя салайыншы. Жалпы шәкірттермен жұмыс істеу сізге оңай ма, әлде қиын ба? Өте оңай. Өте оңай, мен өзім қараймын. Өзі шәкірттер келген кезде өзі қарап білесің. Оның шынайы ниеті бар ма, талабы бар ма деген сияқты. Одан кейін өзім кішкене демеп жіберем. Енді бірденен ешкім еш дүниені жасап кете алмайды ғой. Сондықтан мен оны демеймін. Бір-екі рет көрсетем, болмаса тағы да өзім тоқып көрсетем мысалға да. Шығады, аяғына дейін жасап, өзі үйреніп кетеді ары қарай негізі. Адам бірден байқаймын дейсіз ғой? Иә, байқайсың негізі, байқалып тұрады ғой негізі. Құрметті Жаннат ханым, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Жалпы біздің көрермендер сізді көріп, осы подкастыңызда өзіне мотивация, жаңағыдай қолөнерге деген қызығушылықтары артады деп ойлаймын. Алдағы уақытта шәкірттеріңіз көбейе берсін, арманыңыз орындалсын, мықты болыңыз әрқашан. Құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Келесі шығарылымда жүздескенше.